Достар, ассалаумағалейкум. Қазір біздің бүгінгі видеомызда, яғни көптен бері мысалы адамдар туманг сатып алады. Енді оны жалғату үшін де автоэлектрикке барамыз мысалы. Автоэлектрикке барғанның өзінде жоқ дегенде 5000 теңгеңде қағып алады жаймен. Енді оның бәрі не үшін? Себебі білімнің жетпегендіктен барып жалғатамыз. Енді бүгінгі біздің видеомызда туманг жалғау үшін не істейміз? Оған қандай білім керек, оған не істеу керек? Яғни тумангыны сатып алдық делік, машинаға орнаттық делік. Енді оған бізге не керек? Яғни оған бір реле керек және кнопка керек. Енді оны қалай жалғаймыз? Енді мен сіздерге көрсетейін. Бұл жерде мынау біздің схемамыз. Бұл схемада не көрсетілген? Яғни жалғау схемасы. Оны қалай түсінеміз? Яғни біздің плюсіміз, мынау минусымыз. Схеманы көріп тұрғаныңыздай, біздің мынау аккумуляторымыз болып саналады. Мынау плюс және минус. Мына тұрған бұл предохранителіміз, мына тұрған біздің кнопкамыз, ал мынау біздің релеміз. Яғни мынау біздің екі тумангымыз, екі жағында тұрған машинаның. Енді оны қалай түсінеміз? Біз не істейміз? Бірінші кнопкамызды орнатып аламыз. Оған плюс алып келеміз, яғни предохранитель саламыз. Ол плюске плюстің бір жағын қайда қоямыз? Кнопкаға қоямыз. Енді бұл жерде түсініп алу үшін бізге не түсініп алу керек? Бізге релені түсініп алу керек. Реле қалай жұмыс жасайды? Мынау тұрған біздің катушкамыз, яғни реледе 85-86 деген сандары болады, контактілері. 85-86 деген сан универсальный реленің барлығында кездеседі. Ол үшін біз не істейміз? Кнопкамызға 85-тің бір жағын жалғаймыз. Міне келіп тұр, былай келіп тұр. 86-мызға массаны аламыз. Массымыз міне келіп тұр, минус. Былай келіп, былай 86-мызға жалғанады. Енді общий плюстан, мына жерде біздің 87 деген санымызға общий плюстан 87-ші контактіге жалғаймыз, яғни реленің 87-сіне общий плюстан. Мына жерде 30 деген сан тұр. Ол мысалы подвижный контакт деп айтылады. Оның бір жағы біздің тумангымызға кетеді. Бұл жерде қиын ештеңесі жоқ. Түсіндіре кетейін. Кнопканы біз басамыз. Сол кезде плюсіміз келеді. Замкнутый болған кезде бұлай плюсіміз келіп 85-ке келеді. Бізде қазір постоянно минус келіп тұр былай қарай. Енді сол кезде мынау тұрған 37 мен 87 санның екеуін бір-біріне қосады. Ол не деген? Главный біздің келіп тұрған плюсімізді қосып, өзінен өткізу арқылы 30-дан шығып, біздің тумангымызға барады. Ал массаны айта кететін болсақ, масса деген кузовта болады, кузовтан алса да болады мысалы. Массаны любой жерден ала беруге болады. Машинаның кузовының өзі масса болып есептеледі. Көріп тұрғаныңыздай қиын ештеңесі жоқ. Главный тумангыға масса әкеліп аламыз. Келетін плюсімізді релеге жалғаймыз. Енді көп адамдар сұрақ қояды, мысалы, неге тіке жалғай бермеске? Себебі машинаға енді постоянно қызып тұрады, постоянно лампочканың сенің жанып тұрады тумангың. Сол кезде не болады? Біздің мына өтіп жатқан сымдарымызға нагрузка болады, яғни қызады. Қызған кезде ол сыртындағы изоляциясын ертеді. Содан кейін короткий болт деп ойлайды адам, басқа бірдеңе болт деп ойлайды. Сол үшін реле салады. Енді мына жерде бұл жалпылама схемасы, кнопкаға келетін мына жерден алынған плюсті, мысалы, после зажигания, мысалы, кілтті қосқаннан кейін алуға болады бұл жерге. Реле деген не зат, реле не үшін керек деп айтып жатады мысалға. Реленің енді қарап тұрсақ,
мына жерде 85 мен 86 және 87 30 бар. Реле не істейді? Ол не үшін керек? Реле 85 пен 86, яғни екеуіне плюс пен минус келген кезде магнитный поле шығару арқылы 30 бен 87-ні бір-біріне қосады. Ол мына жерде көрсетілгендей масс келіп тұр былай қарай, мына кнопканы басқан кезде плюс келеді. Сол кезде мына 30 бен 87-ні бір-біріне жалғайды. Схеманың тілімен айтқанда 85 пен 86 управляющий цеп болады, яғни оған жіңішке проводпен жалғай беруге болады екеуін. 87 мен 30 ол силовой цеп деп есептеледі схеманың тілімен. Силовой цеп болғаны үшін бұған қалың провод кетеді, яғни туманкіге барып тұр, міне екеу содан шығып 30-ға келіп тұр. Мына жақта плюстан келу арқылы 87-мізге барады. Енді бұл реленің несі. Көріп тұрғандарыңыздай 87-мізге плюс келеді, главный плюс. 30-ға туманкіге келеді, туманкіге жалғайсы, яғни 30-да. 87-ге главный плюс. 86-мыз массы, яғни минус, кетіп жатыр. 85-ке, яғни управление плюс келеді. Яғни ол сіздің кнопкаңыз. Кнопкаңызды басасыз, мына плюсіміз келеді. Былай қарай келіп 85-ке келіп жалғанады. Реленің мақсаты сол. Схеманың тілімен. Енді реленің де түрі болады. Оны келесі видеоларымызда айта жатамыз. Әзірге реленің мақсатын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Яғни силовой цепті бір-біріне қосу үшін арналады. Сол үшін жалғайды. Силовой цеп дегеніміз нагрузка түсетін нәрселер, лампочкалар, фар, вентилятор, сондай нәрселерге релені жалғайды. Релені көп мақсатта пайдалансаңыздар болады. Оны келесі видеоларымызда айта кетеміз. Әзірге реленің мағынасын түсіндіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Каналға жазыламыз.